Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Алматы облыстық халық шығармашылық орталығында бүгінгі қонағымыз ақын журналист, Алматы облыстық Жетісу газеті бас редакторының орынбасары Жұматай Оспанұлы. Бүгінгі сыр сұхбатымыздың тақырыбы ауылым, алтын бесігім. Ендеше Жұматай бауырым, өз шығармаңыздан ауыл туралы бір өлеңіңізді оқып, туған жер өскен ауыл жайлы әсерлі әңгімеңізді ортаға салсаңыз. Рахмет Асеке, мынау шығармашылықтың қайнаған Қарашаңырағы облыстық халық шығармашылық орталығына шақырып, ауыл жайлы бір әңгіме өрбітсек деп ниет білдіргеніңізге бірінші алғысымды білдіргім келеді. Жалпы ауыл кез келген қазақтың алтын бесігі, темір қазығы ғой. Менің де шығармамның өзегі жалпы ауыл болып келеді. Көптеген өлеңдерінде сол ауылға деген махаббат, ауылға деген сағыныш, ауылда көз көргендер, сол ауылдағы тәрбие алған, менің табаным тиіп топырағым басқан, өсиетін тыңдаған ақсақалдар мен ақжалтқандар қашанда менің жырымның арқауы. Енді бүгінгі аз кем уақытымызда бір өлеңімді оқып берейін, соның төңірегінде біраз ауыл жайлы, ауылды сағынған жұрттағы өзімнің өзегі жақты әңгімемді айтып берейін. Әлде жиі түсіме кіргендіктен, бәлкім қасиетіңді білгендіктен, анамның қолынан дәм татқандармен, әкем көзін көргендер жүргендіктен, әйтеуір ауыл десе көңіл бөлек, аунап жатқым келеді төрінде көп. Өйткені әкем айтып отыратын, шет жүрсең де жеріңнен жеріңді деп. Ауылымнан кетсем де қанша қия, есімнен шыққан емес тартқан ұя. Содан ба маған сонша қызық емес ел барғыш Абу-Даби, Анталия. Олар менің мауқымды баса алмайды, көңілімнің сарайын аша алмайды. Дубайда көк түреген ғимараттар менің хан тәңірімнен аса алмайды. Туған жер, ақсұт берген анамдайды, сондықтан сағынамын, алаңдаймын. Тай мініп балалығым өткен жерді Тайланға айырбастап ала алмаймын. Біреулер шетел аңсап отырады, маған қымбат тауымның шоқылары. Біреуге құмда күйу арман болса, маған ыстық туған жер топырағы. Санамды баспаса да ауыр қайғы, көрмесем сағынышым қалыңдайды. Ерекше шабыттанып есіп кетем, бір әңгіме қозғалса ауыл жайлы. Енді жалпы қазақ даласы, ұлы даламыз, қазақтың кез келген баласының атамекені ғой, бірақ қазақта қасиетті туған жер деген, кіндік қан тамған, өскен орта деген киелі ұғымдар бар. Кішкене мен қазір ауылымнан ары кетсе 500 шақырымды алыс шығамын, бірақ туған жерді жиі еске алып, жиі сағынып отырады қазақтың бірімін. Өйткені жаңағы өлеңімде айтқандай, ол ауылда менің анамның қолынан дәм татқандар мен әкемнің көзін көрген кісілер бар. Менің бала-шағамның бәрінің туған жері осы Талдықорған қаласы, бірақ әрбір еңбек демалысымда міндетті түрде өзімнің туған жеріме барып, балаларыма әкеңнің өскен жері, атаңның туған жері, әжеңнің жаңағы ізі қалған, құрақ көрпесін тоқылған, жаңағы жөнін салап, келіге сабын ұрған қасиет топырақ деп жыл сайын алып барып көрсетіп тұрам. Сол жерде жаңа өлеңімде айтқанымдай, міндетті түрде еркін уақытта барған кезде мен сол анамның қолынан дәм татқан кісілермен, әкемнің көзін көрген кісілерге балаларымды ертіп апарып амандасып тұрам. Өйткені қариясы бар ел, қазынасы бар ел дейді. Қазір сол менің әке-шешемнің көзін көрген кісілер санаулы ғана қалды, осы бір қолдың саусағына жетпейтін шығар, жыл сайын азайып бара жатыр. Ал ол кісілерге барып амандасу деген, ол кісілерге барып сәлем беру деген, ол үлкен өнеге. Біріншіден ол кісілер жаңағы сенің әкеңді мен анаңды еске алады. Сен амандасу арқылы әкең мен анаңның саған жақсы тәрбие бергенін көрсетесің, және олар амандасып кеткенің үшін кәдімгідей бір жасап бір марқайып қалады. Өйткені бұл менің шынымен де әкем мен шешемнің тәрбиесі еді. Әкем мен шешем жатқан жер осы Талдықорған. Мен үйдің кенжесі болғаннан кейін өзім қасыма алдым. Менімен бірге 15 жыл тұрды. Екеуі де қазір осы Талдықорғанның шетін мәңгілік бесік етті. Бірақ солардың сағынышын, солардың аманаты ғой деп жыл сайын ауылыма барып, сол көз көргендерге әкемнің аманатын орындап, ауылдан жырақ кетпей барып тұрамын. Екінші бір жаңа өлеңімді айтып жатырмын ғой, Дубайда көк түрген ғимараттар менің хан тәңірімнен аса алмайды деп. Бұл енді туған жерге деген асқақ сезім, ыстық махаббаттың сөзі ғой.
Шынымен де ол Дубайдағы көп ғимараттар ол да адамның қолымен жасалып жатқан керемет шеберліктер, бірақ Алла тағаланың шеберлігінде шек жоқ қой. Ана көк бірақ бұлтты жарып, аспанға шаншылып тұрғандай хан тәңірі көрген адамның рухын асқақтатып, көңілін аспандатып жібереді. Ал бір өкініштісі жаңағы сол туған жерім ыстық деп, туған жеріме барайын, туған жерім қадірін білейін дейтін азаматтар кейде қалтасына артық ақша түссе, сол шетелге шауып кетіп отқанды жақсы көреді. Дубайда демалғанды жақсы көреді, Тайландға барып құмдап күйгенді жақсы көреді, тағы да басқа әйтеуір ел көріп, ол жақсы енді, ел көрген жақсы, бір жерде қамалып қалу деген емес қой. Бірақ дей тұрғанмен де алдымен қолыңдағы барыңды, бар жақсылығыңды ауылыңа барып, үлкендердің батасын алып, ауылыңа барып қисық шеге болса да бір жерін түсіп кетейін деп қағып барып шықсаң, барған жерің әлбетте абыройлы болатын еді. Ал бізде кейде ауыл азаматтар, жағдайы бар азаматтардан, ауылдан шыққан қалталы азаматтардан қол көмек сұрап жатады ғой, әртүрлі жағдайлар. Мүмкіндік жоқ жандар болсын, басқа да бір ауылға қажеттілік болсын, көмектесіңдер деген кезде кейде сол қалтасында бар қаржысын қимай қалатындар бар. Өйткені неге? Ертең оның жоспарында жаңағы Анталияға бару керек, оның жоспарында Малайзияға бару керек, оның жоспарында Тайландқа бару керек. Сол ақшасын ауылына қимай қалыштады. Мен әтей осы өлең арқылы басқа адамдардың да сол әсіресе қалталы азаматтардың жүрегіне туған жерге деген сағынышын оятсам екен деймін. Өйткені менің бүкіл балалығым, өлеңімде айтқандай, тай мініп балалығым өткен жерді шынымен Тайландға айырбастап ала алмаймын. Барлығы тәрбиеден келеді ғой. Мысалы мен өз балаларымды тәрбиелеймін. Мүмкіндігімше әр жыл сайын қазақтың қасиет топырақтарына алып барып тұрамын. Мысалы Түркістан облысындағы Ахмет Қожа Ахмет Яссауидан бастап Арыстанбақ барлығына зиярат етіп, балаларыма міне біздің тарихымыз, мынау біздің мәдени мұрамыз, біздің рухани қазынамыз деп сол жерге апарамын. Мысалы балаларымды Жидебайға Абай мен Шәкәрім жатқан, қазір енді ол жаңағы зиярат ететін зираты болғанмен, ол қазір рухани үлкен ордаға айналды. Сол жерге барып, анау амфитеатры бар, сол жерде балаларым апарып, Абайдың өлеңдерін жаттатып, сол амфитеатрда көп ешкім болмаса да, сол жердегі бар адамға өзім өлеңдерін оқып, әнімді салып, Жидебайға барып қайтамыз. Өзіміздің мынау Шарын бар, Көлсай бар, Айғайғын, тіпті Жаркенттегі шегесіз мешіт бар, оның бәрі рухани біздің мұраларымыз. Мен балаларыма айтам, мен сендерге мүмкіндігімше осы қазақ даласындағы, қазақ жеріндегі қасиетті жерлерді, біздің табиғатымыздың алған берген сондай бір қасиетті жерлерді көрсетіп қалайын. Егер кейін азамат болып, жағдайлар келіп жатса, мені шетелге апарасыңдар деп балаларыма айтып қоямын ғой. Сондықтан ауыл қашанда қазақтың асыл қазынасы, алтын бесігі, темір қазығы. Біз ол жерден ешқашан ажырамауымыз керек. Сөзімнің аяғында айтқандай, ерекше шабыттанып есіп кетемін. Бір әңгіме қозғалса ауыл жайлы дегендей, ауыл жайлы мен таңды ұрып әңгіме айта алатын қазақтың бірімін. Мен ауылдағы бір ғана әкемнің көзін көрген, шешенің қолынан тапқан бір ғана қарияның төңірегінде ұзақ әңгіме айта алатын адам бірім. Өйткені мен соларды тыңдап өстім, солардың әңгімесімен есейдім, солардың ертегісімен естідім. Бүкіл ұрпағыма және бүкіл қазақ баласына ауылдан ажырамаңыздар деген келеді. Өйткені біздің темір қазығымыз, біздің бүкіл қазынамыз, руханиымызда, байлығымызда сол ауылдан басталып, қалаға жағы көтеріп отқан сол жер. Ендеше қалаға қамала бермей, далаға да көңілімізді аударып, тас қала, тас көшеден шаршаған кезде кіндік танып, жаңа аяқ топырағын бұрқыратып басқан ауылға барып тұрыңыздар деген береді. Ауылымыз алтын бесігіміз, ендеше бесігімізден жерінбей ағайын. Қадірменді көрермен, Алматы облыстық халық шығармашылық орталығының қара шаңырағына келіп, қазақтың темір қазығына айналған ауылымыз жайлы ой қозғаған қонағымыз ақын журналист Жұматай Оспанұлы. Қазақтың алтын бесігі, ауылымыздан тыныштық кетпесін. Ауылдың байтақ жерінен ырыс құт кетпесін. Жақсы күндерде жүздесіп тұрайық ағайын.